Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз сіздермен творожный печенье жасайтын боламыз. Ең алдымен құрғақ табағымызды алып, табағымызға творогымызды салып алатын боламыз. Менікі қолдың творогы, магазиннің творогы болса да жарай береді. Творогымыздың үстіне 3-4 қасықтай қантымызды салып аламыз, яғни тәттілігіне қарай қоссаңыздар болады. Және үй температурасына тұрған, яғни еріп тұрған майымызды салып аламыз. Және ванилин қосатын боламыз. Ванилин өз еркілеріңізде қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Және бір жұмыртқа саламыз, және де 1-2 қасықтай қопсытқышымызды салып, барлығын біркелкі қылып араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды салып отырып, ең бірінші вилкамен араластырып алыңыздар. Одан кейін қолымыздың көмегімен өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз өте жұмсақ болды. Енді қамырымызды пакетімізге салып, жарты сағаттай холодильникке қойып қоясыздар. Жарты сағат өтті, қамырымызды алып, бетіне кішкене ұнымызды сеуіп, оқтауымыздың көмегімен жұқағып, жайып алатын боламыз. Және қамырымыздың осы шет-шетіндегі артық қамырларды алып тастаймыз. Одан кейін барлығын осы видеодағындай бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Одан кейін вареный сгущенкамызды салып, барлығын қамырымызға дәл осылай орналастырып шығамыз. Және осылай видеодағындай айналдырып орап шығасыздар. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің печеньеміз дайын болды. Өте дәмді және жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде қайталап жасап көрсеңіздер болады. Егер де менің рецептім ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта тағы да оңай рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Көп-көп рахмет.